Егер мен педагог болсам, ұстаз, әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін, аяулы тұлға бейнесімен кезектес ұғым ұстаз. Алғаш әріп танытып, өмірдің қыр-сырын білуге, сан қилы құбылыстарын терең түсінуге мұрындық болып, жан дүниеде нұрлы шуақ түсіріп, адамгершілікке баулыған ұстаз. Әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға тапшысын қатайтып ұшыратын ұстаз. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс, деген Ыбырай Алтынсариннің асыл сөздері бар емес пе? Яғни, тылсым дүниеге оланта қарап, дұрыс жолды таңдайтын, өзіне тек қажеттіні ғана таңдап ала алатын, қазақ еліне мақтан тұтар тұлғаның қалыптасуына ұстаз болмағанда кім жауапты? Мен педагог болсам, өзімнің мектебімнің білікті әрі үлгілі мамандары секілді, әр оқушымен еркін сөйлесіп, әр оқушымен жеке сөйлесіп, оқушының білімге деген қызығушылығын, ынтасын арттырар едім. Себебі ұстаз әрқашанда асқақ болып саналады.